Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі біздің нөмірі 3-ші практикалық жұмыс. Excel'де компьютерлік модельдеу құралдарын жеткізушіні таңдау туралы шешім қабылдауды қолдау. Ақпараттық логистика пәні бойынша. Логистика мамандығының студенттеріне арналған. Әзірлеген көлік техникасы және логистика жүйелер кафедрасының ассистенті Дукенбаева Сандуғаш Амангелдиновна. Жұмыстың мақсаты: жеткізушіні таңдау моделімен танысу. Жұмыстың орындау тәртібі: бірінші, ықтимал мүмкіндіктерді есептеңіз және жеткізушілерді алдын ала бағалаңыз. Екінші, үздік жеткізушіні таңдау. Ақпараттық ағым материалдыдан асуы мүмкін. Онымен бір қатар немесе одан кейін жүру мүмкін. Бұл кезде ақпараттық ағым материалдық ағыммен бір жаққа, сондай-ақ бір-біріне қарсы бағытталуы мүмкін. Қарсы бағыттағы озатын ақпараттық ағымда тапсырыс туралы мәліметтер болады. Тікке бағыттағы озатын ақпараттық ағым бұл келетін жүк туралы алдын ала мәліметтер. Материалды ағыммен қатар тікке бағытта материалды ағымның сандық және сапалық параметрлері жөнінде ақпарат жүреді. Материалды ағымнан кейін қарсы бағытта жүктің саны және сапасы бойынша қабылдау нәтижесі туралы ақпарат, түрлі талаптар және дәлелдер жүруі мүмкін. Материалды және ақпараттық ағымдардың пайда болу уақытындағы үлкен үзілістің мысалы: тауарлы биржаларға әлі жеткізілмеген немесе өндірілмеген тауарларға жасалған форвард мәмілелері болып табылады. Қысқаша теориялық ақпарат: компанияның қаржылық, экономикалық және логистикалық сияқты функционалды стратегияларын әзірлеу кезінде бір қатар факторларды ескеру қажет. Олардың бірі ұйымның ерекше құзыреті болып табылады. Барлық бәсекелес ұйымдар бірдей бизнес ортасында жұмыс істейді. Егер олардың әрқайсысы тиімді стратегиялық, қаржылық, экономикалық және логистикалық шешімдер қабылдау әдістері мен технологиялары негізінде қаржылық нәтижелердің нақты жақсаруына әкелетін нақты құзыреттерге ие болса, жетістікке жете алады. Бұл құзыреттер ұйымның басқара алатын және басқалардан ерекшеленетін факторлармен анықталады. Осындай факторлардың
бірі жеткізушілер. Өнім стратегиясының көмегімен өнім ассортиментінің құрылымы анықталғаннан кейін осы құрылымға енгізілген өнімді әзірлеу кезеңі басталады. Егер оны өндіру үшін материалдарды сенімді жеткізуге кепілдік болмаса, жақсы дамыған өнімге ие болу керек. Білікті жеткізушіні таңдау. Бұл ұйымға қажетті барлық материалдарды сатып алуға жауап беретін жеткізу саласындағы стратегиялық шешімдердің бірі. Сонымен қатар, жабдықтау барлық өзара байланысты қызмет түрлерін, тауарларды қабылдау, қызметтерді және жеткізушілерден кез келген басқа материалдарды алу үшін қажетті ұйымдарды қамтиды. Бірақ бұл ресурстарды бөлуге, қорларды бақылауға, экспедициялауға, көлік бағыттарына және тағы басқа байланысты тактикалық және операциялық шешімдер. Білікті жеткізуші бұл қажетті материалдарды нақты жеткізе алатын жеткізуші. Әдетте ұйымдар жеткізушілерді іздейді. Қаржылық тұрақты және олардың қызметі ұзақ мерзімді перспективаларға ие. Қажетті материалдарды жеткізуге қабілетті және қуаты бар. Қажетті материалдарды қатесіз жеткізу. Кепілдендірілген жоғары сапалы материалдарды жіберіңіз. Белгіленген уақытта тапсырыстарды орындау арқылы сенімді және уақытылы жеткізуді қамтамасыз етеді. Жеткізумен байланысты асқынулар туралы тұтынушыларды алдын ала хабардар етеді. Қолайлы бағалар мен қаржыландыру шарттарын ұсынады. Тұтынушылардың сұраныстарына және туындайтын өзгерістерге икемді жауап береді. Тұтынушыдан жеткілікті жақын қашықтықта орналасқан. Сізге қажетті өнімдермен жеткілікті жұмыс тәжірибесі бар. Жақсы беделге ие. Бұрын табысқа жетіп, ұзақ мерзімді қарым-қатынас жасай алады. Ең жақсы өнім жеткізушісін таңдау келесі қадамдармен жүзеге асырылады. Әлеуетті жеткізушілерді іздейді. Қажетті өнімді жеткізуге қабілетті, білікті жеткізушілердің жалпы тізімін жасаңыз. Осы тізімге енгізілген. жеткізушілерді салыстырыңыз.
және одан қандай да бір себептермен сәйкес келмейтіндерді алып тастаңыз. Ең перспективалы жеткізушілердің қысқа тізімі әдетте 5-7 шыққанға дейін ұйым тізімінен алып тастауды жалғастырыңыз. Жеткізушіні қысқа тізімнен таңдаңыз. Ол жеткізушіге оның қызметінің әртүрлі аспектілері үшін ұпай жинауға және ең көп балл жинаған жеткізушіні таңдауға негізделген. Жеткізушіні таңдау компьютерлік моделін қолдана отырып ұсынылған тапсырысқа сәйкес келеді. Мақалада жеткізушілердің барлық тапсырыс берушілерге өз қызметтерін ұсынуына мүмкіндік беретін жеткізушілерді таңдайтын тапсырыс берушілер туралы айтылады. Әдетте бұл солай. Жеткізушілер соншалықты күшті болған жағдайда олар тапсырыс берушілерді өздері таңдай алады. Мақалада қарастырылмайды. Жеткізушіні таңдау моделін қарастырыңыз. Міндет белгілі бір кәсіпорынның талаптары мен мүмкіндіктерін ескере отырып, материалды жеткізушілердің ұсынылған тізімінен кәсіпорындарының барлық ұсынылған шарттарын толығымен қанағаттандыратын біреуін таңдау. Қойылған есепті шешу үшін бастапқы деректер 3/1 кестеде және 3/2 кестеде қалыптастырылады. Бірінші кестеге кәсіпорын шығаратын өнімнің болжамды көлемі туралы мәліметтер, өнім бірлігін өндіруге қажетті материалдың саны мен сорты, қазіргі уақытта қоймада қажетті материалдың болуы туралы мәліметтер енгізіледі. Сондай-ақ кестеде материалды сатып алу партиясының көлемі. Компания материалды сатып ала алатын ең жоғары сатып алу бағасы. Материалды жеткізу жиілігі. Жеткізушіге рұқсат етілетін максималды қашықтық жеткізушілермен есеп айырысу нысаны және қаптаманы рұқсат етілген түрлеріне қойылатын талаптар туралы ақпарат бар. 3/2 кестеге өнім берушілер туралы деректер енгізіледі. Содан кейін олардың әрқайсысына балл есептеледі және осы өнім берушілерді алдын ала бағалау негізінде өнім берушілерді бастапқы таңдау жүзеге асырылады. PRT ОКП-ның жеткізушілерге қойылатын талаптары ретінде барлық қажетті мәліметтер H бағдарламасына жазылады. 3/1, 11, 13, 14 және 16 жолдарда деректер мәтіндік
форматта берілген. Кесте жасалатын Excel парағы 3/1 есеп асы алгоритміне сәйкес сұраулар атауын беру керек. Кестеде 3/2 әрбір өнім беруші үшін оның мүмкіндіктері туралы деректер жолы толтырылады. Және мәтіндік деректер кестенің 11, 13, 14 және 16 жолдарындағыдай түрде дәл берілген. Бірінші, бұл бағдарлама деректерді сұраулар парағынан 3/2 кесте орналастырылатын жеткізушілер парағынан 3/2 кесте. Жеткізушілер парағының деректермен салыстыра алатындай етіп жасалады. Кесте 3/1 ПРТ, ОКП, ЖШК материалдарының жеткізушілерге қойылатын талаптар. Кестеге назар аударамыз. Кесте 3/2 сондай-ақ бірнеше жеткізушілерді бастапқы таңдауды жүзеге асыратын бағдарламаның бір бөлігі бар. Ол жеткізушілердің кәсіпорын ұсынған критерийлерге сәйкестігін зерттейді. М бағанында әр өнім беруші өз жолындағы әрқайсысы үшін оның қызметінің әртүрлі аспектілері үшін компанияны қанағаттандыратын критерийлер саны негізінде есептеледі. Келесі N бағанында әрбір жеткізушіге қолданылған критерийлерге толық сәйкестігінің логикалық бағасы беріледі. 0 немесе 1. Осы бағалауға сәйкес O бағанында әр жеткізуші үшін өз жолында. Алдыңғы бағанда бір мәні болған кезде жеткізушінің нөмірі көрсетіледі. Ал 0 мәні болған кезде ұяшық бос қалады. Кесте 3/2 әлеуетті мүмкіндіктер мен материалды жеткізушілердің алдын ала бағалау X. Кестеге назар аударамыз. Ескертпеге де назар аударамыз. Кестеде жүргізілген есептеулер нәтижесі 3/2 нөмірлері O бағанына енгізілетін жеткізушілерді алдын ала таңдау болып табылады. Содан кейін кесте жасалады. Үшінші, жеткізушіні түпкілікті таңдау. Осы кесте жасалған Excel парағына жеткізушіні таңдау атауы беріледі. Кесте туралы бағанда таңдалған және орналастырылған жеткізушілердің нөмірлері. 2. Қолмен кестенің 8 жолына көшіріледі. 3. Осы нөмірге байланысты С және Е бағандарының тиісті жолдарында осы нөмірмен жеткізушінің ықтимал мүмкіндіктері туралы мәліметтер пайда болады. Кестені қолдана отырып жүргізілген есептеулер нәтижесі 3/3 бір жеткізушіні түпкілікті таңдау болып табылады. Тиісінше D және F бағандарында жеткізушілер критерийлері бойынша қайта бағаланады. Бұл жол 8 критерийді автоматты түрде бағалау жүзеге асырылады. Және сәйкестікке немесе сәйкес келмеуге байланысты жеткізушіге 1 немесе 0 балл қойылады.
Бірақ автоматты түрде бағалау мүмкін емес критерийлер бар. Олар үшін 1 немесе 0 жүйесі бойынша қолмен бағалау қарастырылған. Нәтижесінде жеткізушілер H18 және I18 ұяшықтарында қорытынды балл алады. Бұл тәсіл сенімді болғанымен, оны практикалық қолдану кезінде үлкен қиындықтар туындайды. Мысалы, жеткізуші қызметінің ең маңызды көрсеткіштерін, олардың әрқайсының салыстырмалы маңыздылығы, нақты нәтижелер мен оның қызметінің шекті көрсеткіштерін қалай анықтауға болады? Жауап: ішінара сараптамалық жолмен анықталған. Әр критерийдің жалпы жиынтығы салмағын береді. Өлшемдердің барлық таразыларының қосындысы бірлікке тең болуы керек. Біздің модельде салмақ G9, G17 бағаның ұяшықтарына қойылады. Содан кейін салмақ ұпайларға көбейтіледі, жинақталады және максималды қорытынды балл бағдарламасы жеткізушіні таңдайды. Оның нөмірі H20 ұяшығына қойылады. 3-ші кесте жеткізушінің түпкілікті таңдауы. Ескертпе: практикалық жұмысты орындауға арналған тапсырма. Бақылау сұрақтарына жауап беруді ұмытпаймыз. Және жасалған жұмыс туралы қорытынды. Ақпараттық ағын логистикалық операцияларды басқару және бақылау үшін қажетті логистикалық жүйе және сыртқы орта арасындағы логистикалық жүйеде таратылатын хабарламалар жиынтығы. Дәрілік заттарды басқарудың әр иерархиялық деңгейінің мақсатына жету үшін құзыреттілік орталықтарының ұйымның иерархиялық құрылымын құрайтын ақпарат ағымынан алынған белгілі бір ақпарат қажет. Назарларыңызға рахмет. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды.